құрметті кездесуге қатысушылар, бүгінгі шараға қатысуға мүмкіндік бергені үшін алғыс айтқым келеді. Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыру тұрғысынан бұл кездесу өте маңызды және дер кезінде ұйымдастырылып отыр. Біз қоғамымызда тәртіп пен заң үстемдігі болуын қамтамасыз етуге ұмтылуымыз қажет. Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары ең жоғары құндылық болып табылады. Уважаемые студенты, молодежь — это всегда была и есть самая активная и мобильная часть нашего общества. Как сказал глава государства, будущее нашей страны в руках молодежи. Все чаще становится предметом бурного общественного обсуждения тема буллинга, насилия в учебных заведениях. Можно сказать, это общемировая проблема, ее тяжкие последствия от депрессивных расстройств до суицидальных попыток. Поэтому я прошу студентов и преподавателей быть более внимательным к любым проявлениям травли, особенно первокурсникам, в период их адаптации в студенческой жизни, в том числе проживающим в общежитии. Следующим проектом также я бы хотела отметить это подключение видеосистем учреждений образования к центрам оперативного управления. Департаментом полиции совместно с заинтересованным органом проводится работа по подключению видеокамер и тревожных кнопок, установленных в учреждениях образования. Құрметті Астана қалалық полиция департаментінің басшылығы, сіздерге тағы да осы біздің университетіміздің басшылығының атынан, заң факультетінің атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі көрсетілген мәселедегі әрбір құқық бұзушылықты, оның ішіндегі цифровизация арқылы құқық бұзушылықты қалай анықтау керек, оның ізін қалай іздеу керек, оны қалай бекіту керек, ол бұрынғы елдерде болған емес. Барынша қауіпсіз қоғамда өмір сүруіміз керек. Ешқандай да сергек, ешқандай да полиция қызметкері бізді шегеден қорғай алмайды. Егер де өзіміз санамызға сіңіріп, заң мәдениетін қалыптастырып, тәртіпті бұзбасақ.